Бишімбаевтікі сияқты отбасы болған болса, ол ажырасуға әкелетін. Шынымен тұрмыстық өмір өзгертіп жіберді ме оны? Мамам бақытты әйел болған деп келетін қыздар өте аз. Ер адамның жасап жатқан тірлігін емес, жасамаған тірлігін көріп бастауы да мүмкін да енді. Ер адам мен әйел адам тең, әйелдің өзінің жеке шекарасы бар деп. Санасыз еркектен қалай өзіңізді төмен ұстайсыз? Бірінші әйел нені қате жасап жүр, екінші әйел нені дұрыс жасап жүр. Әйел ғана сүйрей беруге болмайды. Сол екі дұға аузымнан түспейтін. Көбінесе ата енесімен тұратын ер адамдар бала позициясына қалып қояды. Өзінің проблемасын күйеуімен шеше алмағаннан кейін балаларын кістіріп қойған. Мен келгенге дейін олардың иттері тамақ ішпеген ба? Баланың өміріне осындай қиянат жасамау үшін өзі өзімен жұмыс жасау керек. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге объектив арнасы және мен Ділназ Дидарқызы. Біздің подкастымызды көру үшін алдымен арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бүгін студиямызда қонақта психолог Санира Шаймұрат. Санира ханым, қош келдіңіз. Енді біз бүгін қоғамда қызу талқыланып жатырған тақырыптарды қозғағымыз келеді. Көз алдымызда қазір Қуандық Бишімбаевтың соты өтіп жатыр. Тек қана Қазақстан емес, әлем көріп отыр осы сотты. Бұл сот бір Қазақстанның имиджінде көрсетіп тұрған секілді. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз? Көптеген әйелдерді қабылдап жатырсыз. Әлі күнге зорлық, зомбылық көріп жүрген қыздар алдыңызға келіп жүр ме? Қалай шешімін тауып жүрсіз? Иә, бұл қазіргі қоғамның нөмірі бір проблемаларының бірі. Отбасылық институт десем бе екен, бізде әлі дұрыс емес. Бізде отбасылық өмір, жұптық өмір деген дүниелердің ара жігін ажыратамайды қоғамшы. Не үшін үйленіп жатқандарын білмейді, не үшін отау құрып жатқандарын білмейді. Қоғамның давлениясымен үйленеді былай қарасақ қазірше. Уақыт келді, жас келді, семья құру керек, бала табу керек деген сияқты. Бірақ оның ар жағындағы жауапкершілікті көп адамдар түсінбейді. Енді әйелдер өте көп келеді. Әсіресе осы оқиғадан кейін әйелдер түсініп жатыр. Шын мәнінде жаңағы бұрын мысалы олар үшін бұл қалыпты жағдай болса, ұрыс есту, эмоциялық, психологиялық абьюз деген нәрсе, моральный абьюз деген нәрсе қоғамда бір нормальный нәрсе сияқты қабылдалған болса, қалыпты нәрсе сияқты. Қазір олар түсініп жатыр түбі оның неге әкелетіндігін. Өздерінің жаңа психикалық жағдайларының неге бұзылғанын, неге нервный болып кеткен, неге ашушаң болып кеткендіктерін, неге күйеулеріне суып кеткендіктерін, неге оларға ренжулі екенін барлығын енді түсініп жатыр да. Бұрын оның барлығы бейсаналы түрде болып жатқан процесс болған болса, қазір ол халықтың көзі ашылып жатыр. Енді әрине психолог маман ретінде сондай жағдайға апаратын ішкі сезімдермен жұмыс жасаймын мен. Неге сіз үшін бұл нәрсе норма болды? Неге сіз мысалы манипулятордың құрығына ілініп қалып жүрсіз? Неге сіз әлі енді, грубо говоря, розовый очкимен өмір сүріп жатсыз? Сіздің жаңағы нақты мақсатыңыз қандай бұл отбасын құруда? Ана ретіндегі ұрпақ тәрбиелеп отырған ана ретіндегі жауапкершіліктерін түсіну үшін бір саналық деңгейге әкелу жағынан көмегімді қоғамға тигізіп жатырмын. Енді қазір қазақтан шыққан ғұлама әйелдер көп қой. Мысалы, Зере анамыздың өзі баласын дәретсіз емізбеген. Қазір де әйелдер шүкір алдыңызға қаншама әйел келіп жүр, оқимын, ізденемін, балам білімді болсын, отбасымды сақтаймын деп. Бірақ әлі де ажырасу азаяр емес. Қалай ойлайсыз, біздің біліміміз бізді қайда алып бара жатыр? Мысалы, бұрын білім болды ғой, бірақ сол білімді алмады адамдар. Бұрын білім деген ол үнемі бар нәрсе ғой. Көп қазір айтып атады, ойбай психолог ажыратты деп. Мысалы, ер адамдар психологиясы төбешаштары тік тұрады. Енді мынандай нәрсе ғой. Егер де ер адам үшін әйелді манипуляциямен қорқытып ұстау, жаңағыдей басқарып ұстау, тоталитарлы семья норма болған болса, ол еркекке әрине әйелдің дамымағаны, әйелдің саналық деңгейге жетпегені, әйелдің өз ақысын білмегені керек болады да. Сол секілді қоғамда әйелдердің көзі ашылып жатыр, бірақ мынандай екі түрлі жағдай бар да. Егер де шынымен де қатты проблема жоқ, бірақ арада бір қандай да бір түсініспестік, кикілжің жөндеуге болатын жағдай болса, ол отбасылар жөнделіп кетіп жатыр. Яғни әйел де саналы ересек позицияға келіп, еркек те әйелді жақсы көргеннен өзгеріп, жаңағы түсіністік тауып, бір ересек позициядағы қарым-қатынас орнап жатыр отбасылар. То есть қазақ қоғамы отбасылық қарым-қатынастың бір жақсы деңгейіне өсіп жатыр. Ал егер де ол отбасы бұрыннан дұрыс емес болған болса,
тек қана жаңағы жабулы көрпенің астындағы бір шіріп жатқан дүние болған болса, сол қазір ашылып жатыр да. Ашылғаннан кейін ол естественно, егер еркек өзгергісі келмесе, немесе қандай да бір әйелден қателік кетіп, ол өзінің қателігін түсініп жатқан болса, ол сақтауға тұрмайтындай, мысалы Бишімбаевтікі сияқты отбасы болған болса, ол ажырасуға әкеледі. Ол жерде психолог әкелмеген күннің өзінде де ол ажырасуға келетін отбасы. И бәлкім психолог оған ертерек көмектесіп жатқан шығар, психология ғылымы, немесе ол жерден кетпеген әйел өзімен жұмыс жасамай, ең соңында ол не бала шағаға дұрыс емес тәрбиені беріп жатыр, дұрыс емес құндылықты сіңіріп жатыр, немесе түбінде жаңағы әйелдердің ауруға, психосоматикалық ауруларға ұшырауы, өз-өзіне қол жұмсауы, өте көп жағдайлар болып жатыр ғой. Енді жалпы айтатыным, қазір біздің қоғамға білім керек. Ол енді 100%. Енді ер адамдар айтады ғой, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деп. Негізі ол әйел де басында қыз болып мектепке барды, пантигі үлбіреп оқыды, үміттерін арманына айналдырып, аяулы жаратан. Бірақ шынымен андай өкпе, ыза, реніш қайдан шықты, оны кім пайда болуына себеп болды, қалай ойлайсыз? Шынымен тұрмыстық өмір өзгертіп жіберді ме оны? Жалпы енді Алла тағала әрбір адамды жаратқан кезде оны тап-таза қылып жаратады, айтады ғой, әрбір бала мұсылман болып дүниеге келеді, бірақ оны айнала орта әке шеше өзінің сеніміне кіргізеді деп, бұл жерде сенім деген нәрсе, біз дініне кіргізеді деп айтады, ол дін деген нәрсе, ол сенім деген сөз екен. Сенім деген не? Ол установка. Яғни мысалы ер адам жайлы қыз баланың мүлдем негативті ой болмауы мүмкін. Бірақ өмірге келеді, бір саналы бір жасқа келген кезде уже әкесінің образын көреді. Бәлкім ол жауапкершілігі жоқ еркек, бәлкім ол абьюзер еркек, бәлкім ол енді көп қой түр, тиран, неше түрлі ер адамдар бар ғой, шизофреник екен. Енді сол ер адамның образын көрген кезде қыз баланың бейсанасында еркек тең болады деген уже установкалар пайда бола бастайды. Жалпы енді ер адамдардың отбасылық қарым-қатынастағы міндеті барынша отбасына шатыр сияқты болу керек қой. Қамқорлық, тыныштық, қауіпсіздік қамтамасыз ету керек те. Бірақ қазір байқап отырсам, совет заманнан жаңағы әкелерді сипаттайды, сол кезде әкеміз ішіп жүрген, әкеміз мамамызды ұрған, бір бақытты әйелдің мамам бақытты әйел болған деп келетін қыздар өте аз. Көбінің жаңағы санасындағы әкенің образы былайша айтқанда травма ғой, енді былайша айтқан кезде. Бұл әке деп елестеткен кезде ол бір үйдің крышасы сияқты емес, бір басып кететін, құлап кететін бірдеме сияқты көрген, үреймен өскен. Енді қыз бала ер адамның образында жаңағы қауіпсіздікті түсінбеген кезде, еркек қауіпсіздік, ол қорған болу, ол защита деп қабылдамаған кезде, енді міндетті түрде ол әйелдің бейсанасында қандай қалыптасады установка? Қауіп. Енді бұл жерде не жоғалады? Женственность жоғалады. Яғни табиғи болмыс жоғалады. Үнемі бір қауіпті күтіп өмір сүру, үнемі защитный механизммен өмір сүру, ол әйелдің өз-өзін үнемі бір андай болады ғой, агрессияда ұстауына келеді. Үнемі подозрениеде, үнемі тревожный. Ол ер адамның қасында просто расслабляться ете алмайды. Как будто бір қауіп төніп тұрған сияқты болады да. Сенім кетеді. Тіпті мысалы салтанаттың оқиғасында, бұл салтанат енді өте сондай бір мамыражай, сондай отбасында өскен қыз, нәзік та. Яғни ол қауіп болады-ау деген ой жоқ та, бір жақсылыққа сеніп, бір барлық адамнан жақсылық іздеп өскен қыз да. Солай ол қасындағы адамның қауіпті екенін тіпті білмей қалды да. Соңына дейін сеніп өтті да. Сол секілді солай да бір екінші жағы бар. Когда қыз бала өмірде розовый очкимен жүреді де, есеймеген жаңағы девочка болып, сенеді, ана бір ертегі бар ғой, красавица и чудовище деген ше, сол секілді құбыжықтың ар жағында бір принцип бар шығар деп ше, ондай да жағдайлар болады. Сөйтіп өскен қыз балалар кейін мысалы күйеуінің сондай екенін көрген кезде әлі де сене алмай жүреді. Немесе отбасы қалай жібереді қыз баланы, сүйегің сол жақтан шықсын, қайтушы болма, бізді ұятқа қалдырма, мен шыдадым, сен де шыда. Енді қоғамның ықпалынан шыға алмай қалады. Осының барлығы айналып келіп сондайға келеді.
және де ол ер адамдардың тәрбиесіне де байланысты. Отбасында қандай әкенің образын көрді, қандай шешенің образын көрді, отбасылық өмірдің нормасы қалай қалыптасты, ер бала үшін жауапкершілік деген не, ол қаншалықты жауапкершілік алып үйренді. Мысалы әкесі оның бейсанасына әйелге деген құрметті, сыйластықты қалай сіңірді, ол көз алдында көрді ме шешесін сыйлап жатқан ер адамды, әйел сыйлаған ер адамды, немесе үнемі әйелдерді боқтап отыратын ана еркекті көрді ме, әкені көрді ме, тіпті даже мынандай дүниелер бар да, бізде қоғамда сондай бір тенденция десем бе, түсінік қалыптасқан, что әйел болу бір сор сияқты да, еркек болған бір рахат сияқты да. Енді ойлаңызшы, енді ғана өсіп келе жатқан санасы тап-таза қыз бала осы дүниені ести берсе, еркек болған рахат, еркектерге рахат, солай көп қыздар өсіп әйел, неменеге әйел болып жаратылдым екен, осы байқұстарды аяйым, ертең бұлар қиналады ғой, бәр қиыншылықтар осының бойында болады ғой деген кезде уже әйел адам женственностін жоғалта бастайды. Уже өзінің әйелдік болмысына өзі қарсы шыға бастайды. Ол уже еркектерге бейсаналы бір түсінбей бір өшпенділік пайда бастайды, өкпереніш пайда бола бастайды. Мысалы, жай ғана жатқан еркек тұрғызып жергісі келіп тұрады да, неге сен жатырсың, неге сен ғана рахаттануың керек деген сияқты. И бәлкім ер адамның жасап атқан тірлігін емес, жасамаған тірлігін көріп бастауы да мүмкін да. Енді себептері өте көп, қазбалай беретін болсақ. Енді қазір бізге батыстан келген психология дейді ғой, ер адам мен әйел адам тең, әйелдің өзінің жеке шекарасы бар деп үйретеді да, ал асыл дінімізде әйел адам ерінен бір саты төмен тұру керек дейді. Ал осындай жағдайда кімді тыңдаймыз, шатасып жүрміз бе әлде біз? Жалпы осы сұрақты мен аят сырлар сабағында ұстазға қойған, Құрманғазы ұстаз. Енді ол кісі өте бір сондай бір білімді адам ғой, сол кісі айтты. Ер мен әйел тең дейді, бірақ еркек жоғары жауапкершілік жақтан дейді. Түсініңіздер ме? Яғни әйел төмен, еркек всегда жоғары деген понятие болмайды да. Енді менің түсінігім бойынша кімнің саналылығы басым болса сол жоғары, бәрібірде. Енді сіз санасыз еркектен қалай өзіңізді төмен ұстайсыз? Оның мүлдем понятиясы жоқ болса, оның понятиясы тек ұру, боқтау, айғайлау болса, балалардың көзіне қысым көрсетіп, сен оны қанша сыйлайын десең де сыйлай алмайсың ғой. Сол үшін айтатыным, егер ер адамды шынымен әйел жоғары қойсын десек, онда қоғамда ер адамдар білім жағынан, тәрбие жақтан, мәдениет жақтан өздерін жоғары көрсету керек та. Вот сол кезде ол бәрі логично болады. Енді күнде күйеуінен жаңағыдай зорлық-зомбылыққа ұшырап жүрген қыздар бар, немесе күнде күйеуі үйге сыйлықсыз келмейтін, бар махаббатын төгетін де отбасы бар. Жаңағы бірінші әйел нені қате жасап жүр, екінші әйел нені дұрыс жасап жүр. Енді бұл жерде тек қана әйелді де қате жасап жүр деп айта беруге болмайды. Бұл жерде опять жаңағы балалық шақтан жиналып келетін бейсанадағы установкалардың букеті да, енді ол жерде еркек тәрбиелі болған болуы мүмкін, еркек оны көріп өскен болуы мүмкін, гүл сыйлауды, енді өзімнің мысалымнан келтірсем, мысалы менің отбасымда папамнан кейін үш інім бар, біреу, оның егіз інім бар. Менің есімде қалғаны сол егіз інілерімді папам, мысалы 8 март болсын, мамамның туған күні болсын, ауылда өзі 2-ақ дүкен бар, біреу мамамның дүкені, біреу тағы сол екінші дүкенге таңертең ертіп барады да, сол жақтан анау искусственный гүл болсын, ауылда енді андай не жоқ қой, сатпайды ол букет. Искусственный гүл болсын, тухи болсын, коробка шоколад болсын, көздерінше ертіп барып апарып мамама сюрприз жасайды да. Енді оны көріп өскен інілерім үшін бұл норма. То есть әйел деген кезде 8 март туған күн дегенде бұлар міндетті түрде ойланбастан ел не дейді демейді, там анау ренжіп қалады, мынау ренжіп қалады демейді, алады да просто гүлдерін, подаркаларын сыйлайды да. Бұл қалыпты норма. Ал егер де ондайды көрмеген еркек болса, сіз оны қанша жерден мотивация берсеңіз де, қанша жерден десеңіз, ол оны жасамауы мүмкін, ол өзінің установкалар болса. Но кейде болады, жаңағыдай екеуі өздерімен жұмыс жасап, саналық деңгейге жетіп, бір-бірінің тілін тауып, тыңдап, естіп,
үйренген кезде ол нәрседе әдетке айнала бастайды. Ол әрине отбасылық өмір деген ол жұмыс қой. Мен мына жақтан келдім, мен аны көрген жоқпын, мынаны көрген жоқпын. Енді қалай болса солай мені қабылда дегендей болмайды да. Отбасы болдыңыздар ма, яғни екі жақтан да жұмыс болу керек. Тек қана бір жақты әйел ғана сүйрей беруге болмайды. Бір жақты еркекте ғана жұмыс жасай беруге болмайды. Жауапкершілік. Ересек позициясы деген сол, себебі екі адам қосылып ұрпақ тәрбиелейді. Балаларға үлгі болады. Жаңағыдай жанжалдың шығуына әлеуметтік желінің де әсері бар сияқты. Себебі блогерлер мысалы күйеуім гүл сыйлады, үй сыйлады, көлік сыйлады деп салады. Сондай өмірден әйелдер өзін қалай алып шығу керек? Енді бірінші айтатын дүние, ол блогерлар әлеуметтік өмірде барлығын шынайы сала бермейді. Проблема жоқ, мәселе жоқ, сондай өмір, Енді әлеуметтік өмір деген ол қандай? Әлеуметтік өмір деп тұр ғой. Шынайы өмір, әлеуметтік өмір деген. Әлеуметтік өмірде көп адамдар не? Просмотр, хайп, ол бір бизнес. Естественно, барлығын әдемі қылып көрсетуге тырысады, жоқты барып көрсетуге тырысады. Енді ол не означает, что отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды деген нәрсе. Бұл біріншіден. Екіншіден, сыйлық деген нәрседен гөрі мен айтайын, сыйластық деген дүние маңыздырақ қой. Енді сенің күйеуіңмен сыйластығың жоқ болса, сен ондай сыйластық жоқ жерде алған сыйлықтан не пайда ол? Ол бір-ақ күннің ғана, бір сәттің ғана қуанышы ғой. Сол үшін ол сыйлық деген дүние, ол сыйластық фундамент болса, соның үстіне қаланатын дүниелерді, жаңағы үй болсын, гүл болсын. Мысалы, екеуіңіз қырылысып жүріп үй салдыңыз. Ол үйге кіргеннен кейін ол бәрібір жанның тыныштығы болмайды ғой. Сол үшін біздің қоғамда материалдық нәрсе қазір көбірек насихатталып кетті. Материалдық емес, рухани дүниелерді көбірек насихаттағанымыз дұрыс. Адам өзі тән, жан, рухтан тұрады ғой. Біз көбінесе сол тәннің қажеттіліктерін көбірек ойлап кеттік та қазір. Енді оны да түсінуге болады. Неге? Себебі қажеттілік пирамидасы деген нәрсе бар, пирамида Маслоу деген. Соның ең төменгі деңгейінде ол кәдімгі материалдық қауіпсіздік. Яғни сенің тұратын үйіңнің болуы, сен жейтін тамағыңның болуы, сенің киіміңнің болуы. Жалпы мен өзі бүйтіп зерттей келем, мынандай 4 түрлі деңгейді түсіндім, ажыраттым да. Мұқтаждық деңгейі, нужда дейді ғой. Онан кейін достаток деңгейі, когда сен жеттің, жетістігің бар. Сенде уже нужда деген ол не? Когда сенде кредит, қарыз, ипотека деген дүние. Достаток деген когда саған достаточно жетіп тұр. Сен қалаған жеріңе ақшаң жетіп тұр, қалаған дүниеңе ақшаң жетіп тұр. Сен оны кредит, рассрочка деп ойламайсың. Келесі ол изобилие. То есть сен жетеді еще артығымен. Онан кейін уже излишество, когда уже ысырап та. Енді қазір біздің қоғам әлі нужданың деңгейінде. Нужданың деңгейін жаппағаннан кейін адамдар өзгелерге қызығып отыр да. Сонымен енді ол адамдарға айтатыным, егер сіз нуждада болсаңыз, бір адам уже достатыққа жетіп жатса, ол адам жетсе, значит сіз де жете аласыз да. Сіз де сол сияқты жұмыс жасап бастаңыз. Біреудің өміріне көрермен болып отырғанша, өз өміріңнің сахнасына шықта сен де жарқыра. Керемет. Алла тағала мүмкіндік бәріне бірдей беріп жатыр қазіргі заманда. Бізде мысалы мен де бар жерден аспаннан аяғым салақтап түсе салған жоқпын. Мен де көп балалы анамын. Мен де жаңағыдай нужданың деңгейінде жүрдім. Мен де жаңағыдай күйеуіме тәуелді болып отырдым. Мен де жаңа біраз қиындықтар көрдім. Не себеп болды өміріңізді өзгертуге? Өмірімді өзгертуге. Енді былай қараған, сырт қараған адамға барлығы керемет сияқты, күйеуге шықтым, жақсы келемін, балаларымды туып жатырмын, көп балалы анамын, бірақ тіл табысуға келген кезде жолдасыммен менде өте қиындықтар көп болды. Былай айтқан кезде сыртым жылтыр болғанмен ішім қатты түтін болып жүрді. Содан жаңағыдай мұқтаждық, жаңағыдай мысалы ол кезде неде апорт деген магазин ашылып жатты, недегі Алтын Орда жақта. Соған барамын. Сонда алатын айына 16 000 теңге баланың пособиесі. Сол 16 000 теңге түскен кезде бір қуанып, 1 миллион алғандай барам апортқа. Сонда мысалы турецкий күшті сумкаларды көрем. Олар қымбат тұрады. Сол 10 000 үстінде тұрады сол кезде кожаный сумкалар. Барам да бүйтіп қызығып сипап қайтамшы. Бірақ күйеуімнің берген ақшасын мен өзіме жұмсауға қимаймын. Үнемі жаңағы распродажадан киіне салу, арзанға киім, кедейлік сана ғой былай айтқан кезде. Оның тапқан ақшасын ол енді ақшасын аяған жоқ, кейін деп беретін, бірақ мен оны өзіме жұмсауға бір ұялам ба, бір ысырап көрем бе, барамда арзан деген дүниелерге шашып тастаймын, ақша ұстауды білмеймін, ақша басқаруды білмеймін. В общем, сондай жүрдім да, мен шынымды айтсам одан шаршадым да. Енді психологияны оқиыншы, бір ойбай бір
психолог болып кетейінші деген бір тұлға болып кетейінші деген менде запрос болған жоқ. Мен Алладан қол жайып сұрай беретін тұғам, сауабы ақыретке дейін жазылатын істі нәсіп етші деп сұрайтынмын ше. Тіпті оның түбінде ар жағында әйтеуір аузыма түскен солдыға бір жерден оқып алдым ба білмеймін, сұрай берем. Содан кейін өзінен басқа ешкімге мұқтаж етпеші деп сұрайтынмын. Сол екі дұға аузымнан түспейтін. Қазір енді оған үшінші нәрсе қосылды, мені өзің разы болған күйде алшы дейтін. Солай сұрай бердім. Сонымен Алланың қалауымен осы бір құрбыммен танысып, аяқ астынан енді қазір ойлап отырсам, бір Алланың керемет сценарийімен түбінде солай психологияға келдім. Енді сол білімді алып жүрген кезде, ол кезде ол орыс тілді білімді маған берді. Мен оны қазақ аудиториясына аударып жеткізіп жүрген кезде ол білімнің қандай керемет білім екенін түсіндім, қаншалықты құнды екенін түсіндім. Өзіме өте күшті көмегін тигізді. Содан мен шешім қабылдадым, мен оны ары қарай тереңдетіп оқимын деген. Сонымен жаңағы ол кезде 6-шы балам кішкентай, баламды емізіп жатып, түнде сол оқып, жаңағы келіндік міндетімді де атқара жүріп, әйелдік міндетімді де атқара жүріп, жаңағы бала шағамды тәрбиелеп жүріп, альхамдулилля жеттім де. Енді айтайын дегенім, адам қатты ниет етсе, Алла тағала өзі көмектеседі екен. Қазір былай отырсам, бір қалай деп ойлаймын да, қалай 6 баламен енді Алла энергия береді екен да. Қатты қалаған адамда іштен мотивация да шығады екен, энергия да шығады екен, уақыт та табылады екен. Бәрінің берекесін өзі Алла бір реттестіріп қойды. Енді әрине ата-енем де көмектесті, күйеуім де көмегі қолдау болды. Мысалы айтпай да оқыған кездерім болды, кейін просто дипломды көрсеткен кездер де болды, сюрприз қылыпшы. Енді өзіңе керек болса істейсің ғой барлығын. Ол уақытым жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деген сылтау, адам қатты қиналса істеп кетеді екен да. Енді өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, енеммен тұрдым деп. Қазір көп қыздар тұрмысқа шықпай жатып та, менің қатарластарым енеммен тұрмаймын деген талап қояды. Бұл қаншалықты дұрыс жалпы негізі? Бұндай талапшыл болуы қыздардың ата-енемен тіпті образы өте сүйкімсіз түрде қалыптасқанда, оған себепші киноларда бар, енені бір жаман, сұмырай қылып көрсетеді. Жалпы айтатыным, осы егер психологиялық тұрғыдан алып қарағанда, әр отбасының жеке шекарасы болған дұрыс екен. Енді ата-ененің біз көбінесе бір қызметші сияқты бір қабылдап кететін дейді түсінік бар да. Олар бір міндетті сияқты, олар өздерінің немерелеріне деген махаббатынан көмектеседі, қолдайды, бірақ әр отбасының өзінің шекарасы болған дұрыс екен. Онан кейін мына тенденцияны байқадым мен. Көбінесе ата-енесімен тұратын ер адамдар бала позициясына қап қояды екен. Жауапкершілікті ата-енеге ысырып қояды екен де, өзінің семьясына ересек бір отағасы ретінде, жауапкершілік ретінде, жауапты адам ретінде кіріспейді екен. Оның зияны кейін балаларға тиеді. Және де әйел содан қатты қиналады. Өте көп әйелдер келеді. Мен ата-енеммен тұрамын, бірақ менің күйеуім мен емес, енемнің сөзін тыңдайды. Мен ата-енеммен тұрамын, жаңағыдей мені ата-енеме қызметші ретінде күйеуім қалдырып қойып, өзі басқа қалада жүреді. Менің қажеттіліктерім мүлдем қаланбайды. Немесе менің күйеуім айтады, сен менің әке-шешемді разы қылмасаң, мен саған разы емеспін. Бұның барлығы просто манипуляция да. Саналы, жаңағы қалай айтсам екен, ақылға салып қарайтын болсақ, бұл мүлдем дұрыс емес позиция да. Қазақ қоғамның дамуын тежейтін дүние. Қоғам даму үшін ол жердегі әрбір адам даму керек. Әрбір адам есею керек, саналық деңгейге жету керек. Когда жаңағы именно қоғамды алға тартатын ер азаматтар әке-шешесінің артына тығылып, соларға тізгінді беріп қойып, өздері жауапкершіліктен қашып, әйелді бақытсыз етіп қоятын болса, бақытсыз әйел бақытты ұрпақ тәрбиелемейді. Бақытсыз әйелдің бүкіл энергиясы өкпе ренішке, уайымға кетіп, ол бала шағасына саналы бір толыққанды ана болып, бір бар мейірім, махаббатын бере алмайды. Ондай отбасында өскен балалар, енді психология тілімен түсіндіретін болсақ, көбінесе Карпман треугольнигі деген бар. Жаңағы тиран, спасатель, жертва дейді ғой. Сол жерде спасатель болып жүреді, жертва болып жүреді. Немесе именно әкеден бір жақты, мамадан бір жақты тәрбие алмаған, ол екі жақты тәрбие болып кетеді. Мысалы, ата-ананың апасы мен атасының алдында басқаша болып жүруі мүмкін, аналарға келіп басқаша, екі жүзділік деген дүниелер пайда болуы мүмкін. Енді ал егерде
ата мен әже саналы болса, олар психологиялық мәдениетті меңгерген болса, олар өздерінің балаларының отбасының шекарасына кірмейтін болса, олардың қалауларын сыйлайтын болса, жауапкершілікті бере білетін ата әже болса, пожалуйста, онда тұрған ештеме жоқ, проблема жоқ. Просто бұл жерде проблема енеде де емес, ене деген сөзде де емес, ене деген түсінікте де емес. Әрбір қоғамның жаңағы өзінің қалай айтсам екен, мәдениет деңгейі. Иә. Онан кейін мынандай дүние бар. Енді ақыры ол тема айтылғанын айтайыншы. Бізде келін деген нәрсеге дұрыс емес қараймыз, иә. Мынандай қазақта сөз бар, келін қайын жұрттың топырағына. Иә. Енді оны ашып қарайтын болсақ, мысалы келін ол гүл. Келін біреудің қызы, мәпелеп өсірген гүлі. Ол қайын жұрттың топырағына барып отырғызылады. Енді қараңыз, гүл топырақты өзгертеді ме, әлде топырақ гүлді өзгертеді ме? Топырақты. Иә. Ал бізде қалай қарайды, ана келе жатқан гүлге қарап отырады да, сен қашан біздің топырағымызды өзгертесің депші. Енді ол изначально шіріген топырақ болса, былайша айтқанда, грубо говоря, егерде ол жерде өздерінің араларында конфликт үнемі, өздері бір-бірінің тілін таппаған, бір-бірімен ашылып сөйлесе алмайтын, сондай орта болса, сондай бір семья, отбасы, сондай бір қоғам болса, ол жерге келген келін не істейді, сол жерге спасатель болып кіріседі. Сол қоғамды жөндеймін деп өзі ең соңында құрып кетуі мүмкін. Енді олар келген келіннен нені талап ете бастайды? Біздің көңілімізден шық, менің ұлым мен отношениямды жақсарт. Өзі изначально келін, жаңағы анасы мен баласы дұрыс емес болған шығар. Ол неге келін келіп екеуін татуластыру керек? Бұл жерде не жауапкершіліктің жоқтығы ғой? Ақырын ғана келінге ысырып қою деген сияқты нәрсе. Енді келін бала туып жатыр. Ол балаға бере ме энергиясын? Әлде мына жақта ата енесін разы қылуға бере ме? Осыны да ескеру керек қой. Яғни қазіргі менің әйелдерге айтатыным, негізі енені кінәлай бергеннен ол ене өзгермейді. Өздеріңіздің қандай ене болатындарыңызды ойлаңыздар. Қазірден бастап өзіңіздің күйеуіңізбен қарым-қатынасты реттеңіз, бала-шағаңызға қарым-қатынасты реттеңіз, чтобы ертең сіздің үйіңізге келген келін сізден страдать етпесін да. Өзіңіз ұятқа қалқап жүрмеңіз, енеңізді кінәлап отырған кезде деген сияқты ғой. Сол үшін қазірден бастап әйелдерге айтатыным, жауапкершілік алу керек. Уже күйеумен ашық сөйлесіп бастау керек. Осыған қатысты кеше ғана бір не болды? Бір видео көрдім да. Видеода күйеу абьюзер да, әйелді ренжітеді. Әйел үндемейді де, жаңа бүйтіп ренжіп, аузынды ашпастан ренжіп былай отырып қалады, жылайды. Екі ұлы бар. Екі ұлы әкесін көріп столдың астына тығылады, немесе әкесі кетіп қалған кезде барып мамасын құшақтайды да. И сол видеоны әдемілеп тұрып сабыр деп қойған ғой, атыншы. Мен бұл жерде сабыр емес, бұл ынжықтық қой, просто элементарный ынжықтық. Енді сол видеоны көрсетіп жатыр да, білмей жылдан кейін ұлдар өскен, әкесі солай келе жатқан кезде жаңағы ұлдар бүйтіп әкенің қолын ұстап қалып, кеудесінен итеріп, мамаларын ертіп шығып кетіп жатыр да. Мен бұл жерде просто жауапкершілігі жоқ бала позициясы қап қалған әйел. Өзінің проблемасын күйеуімен шеше алмағаннан кейін балаларын кістіріп қойған. Енді сондай ортада өскен ұлдар қалай болады? Ертең ақыры не болады бұндай тәрбиенің? Ертең екі ұл үнемі шешесінің ғана көңілін ойлап тұратын болады. Ертең олар үйленген кезде ол әйелдің күйеуінің орнын келін алмастырады. Мысалы, бұл жерде ол ұлдарына әкелерін оңбаған көрсетіп қойды ғой, ол өзінің жертва екенде шаруасы жоқ та, ертең ол келінді солай көрсете бастайды. То есть үнемі мені біреу қорғасын деп отыратын әйелді өз-өзін қорғай алмайды, өзі күйеуімен саналы түрде ашық диалог құра алмағаннан кейін ұлдарының артына тығылып жүрген ене ертең ақырын ғана манипуляция жасап, елдің бәрін оңбаған көрсетіп, ұлдарын соларға қарсы қойып отыратын сондай бір әйел болады да. Қайын жұртын қарсы қоятын, мысалшы. Сол үшін ересек позиция өту керек. Мәміле құрып үйрену керек. Ересек саналы диалог құрып үйрену керек біздің қоғамға қазір. Барлығы бір-біріне іштерінен ренжіп, бір-біріне айтамай, сырттарынан сөйлеп, сөйтіп жүрген бір қоғамда дастарханның басында бір-бірімен ашық сөйлесе алмайды. Бүйтіп айтамайды. Бүгін мынау болды, мынандай жағдай болды, мынау маған ұнамады. Мынаны өзгертші, мынандай қарым-қатынас жасамашы, мынау маған ұнамайды деп айтамайды. И кім страдать етеді? Сол тәрбиені көрген бала страдать етеді. Ал ер баланы айттық қой, қыз бала сол анасының тағдырын қайталауы мүмкін бе? Әрине, өте мүмкін. Тіпті мынандай да жағдайлар болады. Егер де
қыз бала мамасының үнемі бақытсыз жаңа страдать етіп жүргенін көрсе, бейсаналы түрде женская солидарность деген бар, лояльность деп айтады. Менде терапияға келетін әйелдерден көп сондай жағдай выявляться етіледі, шығады. Мамамның алдында бақыттырақ болуға қорқам, өзіме рұқсат бермеймін. Менің мамам өмірі қиналып жүрді, ол ешқашан жарқырап киінбеді, жарқырап күлмеді. Мен оның алдында қалай бақыттырақ болып жүремін. Даже сондай менде бір клиентка болды, ол басқа шет мемлекетте тұрады екен. Содан әке шешесін құтқарамын деп, соның бәрі жағдайын жасайды. Олар кредитта болады да белшесінен. Шетелге барып, 7 күн демалмай, әкеле шешесінің қарызын жабады, кредитін жабады, машинасын әпереді, үйін сап береді, ішін мебельге толтырып, техникаға толтырып береді. Содан енді демаламау деген кезде әке шешесін істейді. Машинаны сатып жүріп, қайтадан кредитқа кіреді. Енді бұл жағдай жақсы, кәдімгідей ақшасы көп ер адамға тұрмысқа шықтым дейді. Біраз уақыттан кейін менің күйеуім дейді, өзінің жұмысы тоқтап, біз қарызға кіре бастадық дейді. Бұрын мысалы мамам звондаған кезде мен көмектесе беретін дейді, ақша аударып жүреді. Мамам үнемі тек ақша сұрап звондайды маған дейді. Енді қазір қарап отырсам дейді, мен мамамның алдында қараш мама, менде де ақша жоқ, өзім қиналып отырмын деп айту үшін бейсаналы түрде осындай ситуацияға өзім түскен сияқтымын дейді. То есть мен мамама жоқ деп айта алмайды екенмін дейді. Мама, ақшам жоқ деп прямой айта алмаймын дейді. А тут мне выгодно дейді. Мамам айтам дейді, мама, мен де сен сияқты қиналып жүрмін, өзім қарызбын, қарашы, өзіміз белшемізден батып кеттік, сен менен сұрай бермеші. Ол не бала да, кішкентай бала мамасына жоқ деп бүйтіп ересек түрде айта алмайды, но өзін сондай жағдайға түсу арқылы мамасына жаңағыдай қараш мама, мен де сен сияқтымын деп отыр да. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай тағы айтатыным, егер де әйел адам үнемі балаларының көзінде жаңа жертва халде, үнемі мынадай қалай айтсам екен, пессимистичный болып жүретін болса, үнемі жаңа тек қана қайғырып, тек қана түнеріп жүретін болса, ол сол маманы көріп өскен ол ертең бейсаналы түрде тура сондай әйелді таңдайды. Егер де әйелі жарқырап қалған қыз болса, ол солай жасайды, тура мамасы сияқты қылып жүреді әйелін. Себебі оның миындағы әйелдің нормасы, образы сондай. Бақытсыз әйел, жертва әйел, көнгіш әйел, үндемейтін әйел, жылап жүретін, шыдап жүретін әйел. Ал жарқырап жүретін, көп нәрсені талап ететін, алдыға қарай сүйрейтін, мақсаттар қоятын, бүйтейік сөйтейік дейтін әйелді ол еркек көтере алмайды. Үнемі проблемада өскен ғой. Анау да жоқ, мынау да жоқ. Оған сол норма болып қалғанда. Зачем жарқырап, зачем байып, зачем ұмтылып, не үшін оның барлығы напрягаться етіпті. Лучше страдать етіп жүре берейік та, шүкір деп. Барлығы сол отбасылық тәрбиеден басталады. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, қазір қыз балалар мама болу деген миссиясын жоғалтып, маман болуға асығады. Еркекпен бірге асығып, қаражат тапқысы келеді. Бұндайда олар нені дәлелдегісі келіп жүр негізі? Егер де қыз бала отбасында 4 базалық қауіпсіздікті алатын болса, бұл физикалық, қаржылық, моральдық және интимдік. Осы қауіпсіздікті қыз бала алатын болса, ол мамандыққа да таласпайды, маманың рөліне де таласпайды, керемет әйел болуға да таласпайды. Ол әшейін рахаттанып әйелдік өмірін сүреді. Осының біреу жетпегеннен кейін әйел не істейді? Жанталаса бастайды. Ол адамның қалыпты функциясы. Сен өзіңді қорғау үшін жанталасасың. Жалпы осы жерде тағы да айта кететін нәрсе, біздің қоғамда мысалы әйелдер рөлдер бар ғой. Келіндік рөл, карьера, мама рөлі, әйел рөлі, тағы не, құрбы рөлі, мүмкін әпке рөлі, бала рөлі. Бұны енді былай колесо түрінде не істегенде баланс болу керек сол жерлерде. Бізде қыз балаларды көбіне келін рөліне тәрбиелейді. Барған жеріңде бізді ұятқа қалдырма. Сен қандай келін сен ертең тамақ істемесең, сен ешкім алмайды, тамақ істей алмасаң, үй жинамасаң, сені кім керек қылады деп қыз баланы құлдық
санамен тәрбиелейді да. Сен біреуге барып сен служанка болмасаң, иә, бұл не опять шартсыз махаббат, шартты махаббат, шартсыз махаббаттың болмауы. Енді естественно барған қыз не істей бастайды, мені бәрі жақсы көрсін, мені қабылдасын, мені мақтасын деп ата-анасынан аламаған махаббатын идеальный болып көрінуге тырыса бастайды. Ал адам қаншалықты идеальный болып жүре алады? Қаншалықты адам маскамен өмір сүре алады? Шаршайды ғой. Бір күні ол маска шешіледі, ұрыс-керіс сол кезде басталады. Сол кезде айтады: сен кезінде андай едің, тілің шығыпты, бүйтіпті, сөйтіпті деген сияқты ше. Ну енді келінді қабылдау керек еді да. Келінге о баста жаңағы бір қыз айтып еді маған, бір келіншек айтып еді. Мен келін болып түскен кезде таң қалдым дейді да. Сонда мен келгенге дейін олардың иттері тамақ ішпеген ба, ыдыстар жуылмаған ба деп ше. Как будто бір мені күтіп отырғандай болды дейді. Бәрі қуанып, мен келген күннен бастап бәрі бөлмелеріне кіріп түгел маған тастады да, сондай болып қалды дейді. Енді жаңа бағана бір сұрақ қойдыңыз ғой, үйленбей жатып қыздардың шарт қоюы қалыпты ма? Осы үшін негізі ол қалыпты. Ол уже қыз балалардың саналылық деңгейін көрсетеді де. Мен қайда бара жатырмын? Менің барған кезде мен не күтіп тұр? Не сюрприз болмай ма? Менің практикамда болған бір сондай қызды, жаңағы бір жігіт, үйленеміз, біз анамыз екеуміз ғана тұрамыз, ештеңе істемейсің деп, ана қыздың жағдайы болмаған, денсаулығы болмаған. Соған қарамастан көндіріп, ең соңында үйім деп алып барған кезде, осы Алматыдан бәленбай километр жерде кәдімгі қойлы ауыл сияқты жер дейді. Ешқандай стиральный машина жоқ, үйде бүкіл әулеті бәрі бірге тұрады екен дейді. Ана жерде өзім почкам жұмыс істемейді дейді. Мен ана жерде кәдімгі талып қалатын болдым дейді. Ал ол ер адам қалаға кетеді, әкеледі, жаңағы шешесіне береді. Міне домработница, кір жуатын машина, ыдыс жуатын машина деген сияқты. И өзі қалаға барып шоу-бизнестің бір шетінде жүрген бір некен, өзі әдеміленіп киінеді, өзі қыдырады дейді. Мен даже қалымды сұрамайды дейді. Енді содан ол қыз қашып тастапқан, құтылыпшы. Сол үшін айтатын, қыз балалардың тұрмысқа шықпай тұрып саналы болғаны, бұның бәрін білгені, алдын ала келіскені ол өте дұрыс нәрсе. Шындық айтылу керек. И соны көтере алатын, соған жауапкершілік алатын ер адам шамасы жетсе, ол қызды өзіне жар етіп алады да, ары қарай аманатқа қиянат жасамай қарайды. Ал егер оған шыдамайтын болса, онда ол жігіт өзінің проблемасы. Сонда қыз бен жігіт бір-бірін тану үшін тағы да қандай сұрақтар қою керек? Танымаған соң шығып жатырған шығар мұндай проблемалар. Сұрақтардан бұрын енді сұраған кезде ол адамдар әдемілеп ауызбен айта береді ғой. Жалпы байқау керек, құндылығы қандай? Өзін қиын жағдайда ол қалай ұстайды? Сабырмен шеше біледі ме, білмейді ме? Қаншалықты қыз баланың қажеттіліктерін көтере алады? Тек қана ауызбен уәде беріп қойып жүре береді ме? Проблеманы қандай шешеді ол? Адамдармен конфликтте ситуацияларды өзін қалай ұстайды деген сияқты. Даже мынандай ғой, мысалы, сіз біреудің, мысалы, менде өзімде 4 ұл бар да, қазірден бастап ұлдарыма айтамын да. Егер де сені әйелің сыйласын десең, былай деп айтамын. Әйелдің ақылды болғанын қалайсың ба, ақылсыз болғанын қалайсың ба? Ол айтады, ақылды болғанын қалаймын. Сол ақылды әйелдің сені сыйлағанын қалайсың ба? Қалаймын. Онда өзің ақылды болуың керек. Өзің ақылсыз болып, біреудің білімді қызына кеп, оқыған қызына кеп, сен кіріңді жуғызып қоймайсың ғой. Сен қиянат жасайсың да. Ол да өйткені Алланың жаратқан тұлғасы да, болмысына Алла тағала қанша қабілет беріп, саған қосып қойған кезде сен оны оқытпай, тоқытпай, ешқайда жібермей, қамап қойып, тек қана бала тудырып, кір жуғызып қоятын болсаң, онда сен қиянат жасаған. И қазір қоғамда ер адамдар соны түсіну керек. Алайын деп тұрған қызыңды үйіңе әкелейін деп тұрып, балаларыңа жар етейін деп тұрған әйелге сен қаншалықты жағдай жасауға дайынсың? Қаншалықты оның оқуына, тоқуына, ішіп-жемі, киіміне сен жауапкершілік алуға дайынсың? Егер дайын емес болсаң, онда қиянат жасама. Жауапкершілік ақыретте де. Керемет. Енді қазір ұрандатып жүрміз ғой, әйел өзгерсе әлем өзгереді деп, бірақ күйеуі игроман, ішкіш болса да шыдап отырған әйелдер бар. Шаңырағымды шайқалтпайын, балаларымды жетім қылмайын деп. Енді әйелдер қашанға өзгереді, ал еркек қашан өзгереді? Пока әйел удобная, еркек өзгермейді. Ал удобный әйел позициясынан қалай шығамыз? Удобный әйел позициясынан шығу үшін, удобный деген ол қандай? Лишь бы ана адамға жақсы болса болды, маған неудобно бола берсе болды. Маған жарайды деген. Маған жарайды, маған пойдет дегенше. Яғни бірінші өзіңнің қалауларыңды түсініп бастауың керек. Маған қай жерде жарайды, қай жерде жарамайды.
Қай жерде мне комфортно, қай жерде маған дискомфортно. Соны ашық айтып бастаған кезде әйел не істейді? Неудобный бола бастайды. И неудобный әйелді жаңағы егер де еркек абьюзер болса не істейді? Манипулировать етіп бастайды. Сен өзгеріп кеттің, сен құтырып кеттің. Сен мүмкін андай да нәрселер болады да, манипуляция. Сен басқа біреу тауып алған шығарсың. Әйел сондай кезде ақталып бастайды. Егер сен кінәлі болмасаң, ақталма. Негізі жаңағы абьюзер еркектер, олар әйелді эмоциялық качелияға апарған жақсы көреді. Себебі ол эмоциялық качелиядан сол жерден ол қорек алады да, ана әйелді бүйтіп не істегеннен. Әйел егер ақталмайтын болса, ішкі күйі тұрақты болатын болса, мынандай ровный да, жаны тыныш, жаңағы эмоцияға, манипуляцияға ілінбейді, чувство винаға кірмейді, ол қорқпайды. Ойбай, мен күйеуімнен айырылып қаламын ғой, айтем бүйтем. Егер былайша айтқанда саналы әйел, эмоциялық тұрақты әйел, ол жаңағы манипулятордың құрбаны болмайды да. Былайша айтқан кезде ол манипуляцияға ілінбейді. Өзін бағалайтын әйел. Бәлкім сол кезде егер ер адам ол әйелді бағаласа, ол әйелді жақсы көрсе, семьясын түсінетін болса, қадірін өзгеріп бастауы мүмкін. Ал егер еркек оны осознавать етпейтін болса, ол жаңағы Бишімбаев сияқты только я прав деп отыратын болса, ол әйел қанша жерден өзгерсе де ол еркек өзгермейді. Ондай жерде просто қашып құтылу керек ондай еркектен ше. Енді психологқа алдына қаншама адамдар келеді. Қазір психологияға да көзқарас тұрақталып жатыр ғой. Енді өзіңіздің алғаш барған психологыңыз есіңізде ме? Қандай себеппен барып едіңіз? Мынадай сұрақ жетіспейтін шығар. Жалпы психологияға келген кезде мен айттым ғой, психология деген мамандықты ойлаған жоқпын. Мен Алланың қалауымен жаңағы дұғама жауап ретінде психологияға келіп қалдым. Кейін психологқа барудың маңызды екенін түсінген кезде мен уже психологқа бара бастадым. Барған кезде жаңағы неге мен ілініп қала беремін манипуляцияға, соны анықтау үшін бардым да. Сол кезде менің түсінгенім, мен хорошая девочка екенмін. Маған 5 деген баға алу керек екен. Сол өзімнің 5 деген баға алғым келген нәпсімнің слабысының құрбаны болып жүрген екенмін. Кейін жаңағы енді терапия барысында түсінесің ғой, что 3 алуға да болады екен, 4 алуға да болады екен. Себебі мен тек 5-ке оқыған қызбын да. Үйдің үлкенімін, жауапкершілігім өте көп. Соны түсінген кезде мен расслабилась. Мен түсіндім, что маған ешкімге ештеңені дәлелдемей-ақ өмір сүруге болатын. И сондай бір жеңілдік пайда болды. Енді қазір адамдар іштегі мұңын, қайғысын досына, дос-жарана, туысына барып айтады, бірақ ол кейін ортаға да шығып кетіп жатады. Ал неге адамдар психологқа бармайды? Неге бару керек? Айтыңызшы осыны. Психологқа бару ол саналық деңгей уже. Уже ересек позициясы. Психологқа бармай-ақ құрбыма айтып шеше саламын деу, ол опять адамды Карпман треугольнигіне түсіреді. Мен жертвамын, мен өзіме ақша қимаймын, мен біреуге барып мұңымды айта салғым келеді. Енді қараңызшы, мен сізге үнемі келіп мұңымды айта берсем. Сіз тегін тыңдауға қашанғы шыдайсыз? Сіз қашанғы, былайша айтқанда, мусорный бак болып, біреудің негативін тыңдауға дайын боласыз. Бір күні сіз де жарыласыз, иә? Бір күні сіз менен қаша бастайсыз, бір күні сіз менің тираным болуға да дайын боласыз. Сол үшін айтатыным, психологқа бару деген ол ересек позициясы. Психологқа айтылған дүние ол сол жерде қалады. Біріншіден, екіншіден, ол адам сенің негативіңді тыңдап, саған сұрақтар қою арқылы сені бір қандай да бір жеңілдікке жеткізген үшін, сені бір қандай да бір есеткен үшін, сенің бір ішкі әлеміңмен контактқа түсірген үшін ол адамға ақша төлейсің. Ол адам өзінің жұмысына алады да, яғни ересек қарым-қатынас деген не? Қызметін алу, ақысын төлеу ғой. Иә. Яғни қызметіне ақы төлеп, сырындайды. Иә, маманға бару. Ал сіз құрбыңызға барған кезде, егер ол маман болмаса, ол не істейді? Ол өзінің проблемасына, өзінің фильтріне түсіріп жіберуі мүмкін. Дұрыс кеңес айтылмауы мүмкін. Сол үшін даму үшін, өмірді өзгерту үшін саналылық деңгейде ересек қарым-қатынаста болу керек. Алдың ба, ақысын төлеп бар. Сені тыңдап отырған адам ол міндетті емес. Үнемі сенің тегін проблемаңды шеше беруге. Ол
ол уже мне кажется қоғам бар ғой, ол деңгейден кетіп жатыр қазір. Просто барып шай ішіп өсек айтып, жаңа күйеуін жамандау деген деңгейден кетіп жатыр да. Олар түсініп жатыр, сен егер мен жамандай берсем, значит бұл проблема бар. Бұл проблема, и бұны шешу керек деген деңгейге жетіп жатыр, альхамдулилля. Иә. Енді қазір жастардың арасында суицид өте көп секілді. Мен мектеп кезінде де сондай оқушыларым арасында, өзімнің қатарластарым арасында әлі үлкен өмірге қадам баспаған, отбасылық өмірді көрмеген жастар. Негізі суицидтің көбеюіне үйдегі ата-анамен қарым-қатынаста әсер етіп жатыр ма? Жылулықтың жетпегені ме? Міндетті түрде. Жалпы психологияда 5 түрлі люк деп аталады. Люк, тесік дейді ғой. Анау канализационный люк сияқты. Адам психикасы көтере алмаған кезде, адамға жаңағы сырттан қолдау жетпей қалған кезде, сол люктардың біріне түсіп кетеді. Сол суицид деген сол люктің бірі, өзіне қол жұмсау. Яғни бұл әлемде жаңағы мені қолдайтын адам жоқ, түсінетін адам жоқ, бұл проблеманың шешімі жоқ деп ойлап, жаңағы тыңдайтын құлақ таппаған кезде, қолдайтын адам таппаған кезде, ал ол жасөспірім үшін ең бірінші қолдайтын адам ол ата-ана болу керек. Енді ойлаңыз, сіздің сыртта ортаңыз мектепте сізге издеваться етеді, сізді күледі, мазақтайды. Үйге келген кезде әке-шешеңізде критиковать етеді, контролировать етеді. Үнемі тек қана ұрсып, бұйырып қана сөйлейді. Балам, саған не болды? Не болып жүрсің? Не мазалап жүр? Давай сөйлесейік деп көңіл бөліп, ана баланың ішіндегі сезімдеріне контейнер болмаған кезде бала оның барлығын жалғыз өзі көтере алмайды да. Және де ол ішкі установкаларға, внутриутробный установка деген болады. Егер де баланы ана қаламаған болса, ол жатырына түскен кезде, мысалы, мен көп балалы анамын, туғым келмейді, көтеріп қойыппын, аборт жасатсам екен деп, сондай әр-сәрі болып жүрген жағдайда бала өмірге келетін болса, ол да бейсаналды установка болып қалыптасады. Бала суицидқа бейім болады. Иә, жатырдан уже мен бұл әлемге керек емеспін, мен мамама керек емеспін, орнын таппайды. Сол үшін бұл жерде міндетті түрде бір тек қана күйеумен ұрысқанда ғана емес, әйел адам жалпы балаларға дұрыс тәрбие беру үшін, балалармен дұрыс қарым-қатынаста болу үшін, баланың өміріне осындай қиянат жасамау үшін өзімен жұмыс жасау керек. Бізде қоғамдағы проблема болса ғана барады ғой. Тісі шіріп кеткен кезде стоматологқа барады, жүрмей қалған кезде барып, білмеймін, беліне не істеуге барады. Сол секілді бәрі быт-шыт болып ажырасуға келген кезде барады да психологқа. Ол ажырасу деген нәрсе, немесе баламен қарым-қатынас, баланың үйден кетіп қалуы, баланың бір нәрсеге ұрыну, ол бір-ақ күнде болатын нәрсе емес қой. Ол ақырын жиналып бір күні жарылатын нәрсе де, ол бір нәрсенің нәтижесі, соңғы нәтижесі. Соғанға дейін жеткізбеу керек те. Профилактика үшін адам білім алып, маманға барып тұру керек. Енді тақырыптан түс болса да, сұрақты қойым келіп тұр. Қазір су тасқыны елімізде болып жатырған, өзім де Орал қаласынан да, үйінен, малынан айырылып жатырған қаншама адамдар бар. Енді материалдық көмек емес, сізден психологиялық көмек сұрағым келеді. Не айтар едіңіз осы адамдарға? Негізі жан дүниенің байлығы маңыздырақ екенін біз түсініп жатырмыз да. Біз адамдар қазір рассрочкамен береді деген сайын материалдық дүниеге қатты байланып кеттік қой. Үйімізге техника ала беретін болдық, ремонт жасай беретін болдық, мебель ала беретін болдық, сөйте беретін болдық та. Осының барлығы жаңағыдай жоқ болып кеткен кезде адамдарда уже стресс болып қалды да. Как будто бар сол ғана сияқты. Бірақ адамның жан дүниесі главное, басының амандығы, денсаулығы құнды ғой. И адамдар жаңағыдай мысалы бір-бірлерінің қадірін түсініп бастады. Енді бұл қаншалықты адамдарға көмек беретінін білмеймін, но енді айтайын дегенім, бәлкім уже осыдан кейін адамдар оданша ақшасын үйге емес, саяхатқа, білімге, дұрыс айтасыз. Анау Сайдмұрат Давлатов деген бір кітабында айтып еді, білімнің пайдасы дейді, сенің үйің өртеніп кетсе де, сен басқа жақ қалаға барып, сол біліміңді сату арқылы үй алып аласың дейді. Сол біліміңді пайдаланып дейді. Білім деген ол тек қана курс сату емес, ол қабілет қой. Сол қабілетің арқылы сол үйді салып аласың дейді. Сонда мен ойладым да, шынымен де білімнің маңыздылығы өте. Адамның кәсіп меңгеріңіз лучше, ақша болса, лучше білім алыңыз. Ол материалдық байлық жинай беру деген, ол бізде сол 90-шы жылдардан қалып қалды. Дефицит заман болды, жаңағы тоқырау заман болды. Сол кезден қазір
тойға барса кит үчүн барады, не кийгизипти, алтын кийгизипти, не жасауга не берипти. Ал енді біз түсініп жатырмыз, что даже үйленген кезде де жастарға сіңіру керек құндылық ол не? Сыйлау, бір-біріңді сыйлау, бір-бірің жан дүниеңді түсіну, қолдау болу, иә. Білмеймін, қазір әйтеуір шүкір не ғой, балайында саяхаттау, иә. Бірінші жұптық өмірді көру керек, ер мен әйел үйленген жастар жұптық өмірді. Бізде сразу бала көтерді ме, бала туды ма? Бала туылғаннан кейін екеуі бір-біріне қарайтын уақыт болмай қалады. Сол үшін айтатыным, қазір материалдық дүниеден гөрі біз балаларға беретін дүниеміз осы ішкі құндылықтар болсын. Керемет, Санира ханым, бүгін біраз тақырыпты ашқан секілдіміз. Біздің подкастымыз ұнаса, пікір жазып, лүпіл баса кеттіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.